Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен дәл осындай косметичканы лекаласыз, оңай әрі тез тігілу жолымен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге қажетті маталар: матовый велюр, сатин матасы, синтифон, замок, қайшы, булавка және түсте шіп, сызғыш қажет болады. Ең алдымен матамызды, матовый велюрымызды 38-де 47 размерінде қиып алатын боламыз. Қиылған матамызды сызғыштың көмегімен ромбиктер сызатын боламыз. Менде ромбиктерімнің ара қашықтығы 6 см. Сіз өз қалауыңызша 4 немесе 5 см етіп алсаңыз болады. Дәл осылай ромбиктерімізді сызып болғаннан соң, синтифон матамызбен матовый велюр матамызды қосып сырып тігетін боламыз. Синтифон матамызды артығырақ етіп алып, бір бағытта жоғарыдан төмен қарай тігетін боламыз. Басында және соңында закрепка беруді ұмытпаймыз. Сырып тігіп болған соң, жиегін тіке тігіспен тігіп, артық жерін қиып алып тастайтын боламыз. Сырып дайындап алған матамыздың размерінде сатин матасында қиып алатын боламыз. Замогымызды матамызға беттестіріп, инемізбен қозғалып кетпесі үшін бекітіп аламыз. Замогымызды тігіп болғаннан соң, дайындап алған сатин матамызды замогымыздың үстіне қойып, ара қашықтығы 10 см болатын тігіс қалдыратын боламыз. Бұл бізге косметичкамызды біткеннен кейін айналдыруға қажет болады. Осы екі сызықтың арасын тікпейтін боламыз. Видеода көрсетілгендей, сызылған жерде закрепка беруді ұмытпаймыз. Келесі кезекте матамызды замокқа бүктеп, екеуінің теңдігін қарап, инемен бекітіп алатын боламыз. Дәл осылай инелерімізді түйреп болғаннан соң, замогымызды ақырын ашатын боламыз. Замогымызды жауып болғаннан соң, сатин матамызды қосып тігетін боламыз, ешқандай орын қалдырмай тіке тігісте. Тігілген бұйымымызды видеодағыдай етіп оң қаратып аламыз және замоктың қасынан тіке тігіспен жүргізетін боламыз. Ескере кететін жағдай: біздің ашық қалдырған жерімізді тікпей, закрепка беріп тігіп өтеміз. Видеода көрсетілгендей етіп тігіп шыққан соң, косметичкамызды теріс қаратып, ортасын тауып алатын боламыз. Ортасын табу үшін инемен түйреп, соны бір-біріне жалғаймыз.
Ортасын тауып болғаннан соң машинкамыздан 05 сантиметрде инемізді ақырын алып отырып тігіп шығамыз. Екінші жағында дәл солай замогымызды ішке қарай жіберуді ұмытпаймыз. Келесі кезекте біз 5-5 размеріндегі төрт бұрышты осылай төрт бұрышына тігістен төмен есептеп қиып алатын боламыз. Қиып алып болғаннан соң біз замоктарымызды алып тастаймыз және де төрт бөлігін видеода көрсетілгендей тіке тігістен 05 сантиметрде тігіп шығамыз. Төрт бөлігінде осылай тігіп болғаннан соң бағанағы біздің қалдырған бөлігімізден айналдырып шығаратын боламыз. Ашық қалған бөлігімізді көрінбейтін тігіспен қолмен тігіп шығамыз. Сыртқы бөлігін машинкада тіке тігіспен тігеміз. Осымен біздің косметичкамыз дайын. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар.